1961 сенесінде біз Алматыға келдік, көшіп келдік. Көшіп келгенде Каскеленский район, Абай деген совхоз, о жақта үй алып, о жақта тұрдық, онда оқыдық, онда мектеп бітірдік. Мында где-то 60%, 70% татылар бар еді. Мекта үзім өсірер еділер. Я расы, крымский татарин, деңізге яқын Алматыда көп выставка болғанда, о, Айвазовский приехал деп шақа айтайдылар балдар. Вот, көп секер бардым. Вот. Попытки были переехать. Апахеманда барған едім. Бардым, қызмет қыдырдым. Артекке бардым, у меня знаний хватает. Артекте қызметке алмадылар мені. Тау яқта мезарлықтар, татар мезарлықтары бар. Вот, мынадай қарайсың, дедім. Байғыш, татарлар. Үкімет шашты біздің ұяққа, бияққа. Мен бақытты адаммын. Мен қызларым оқыттым, білім бар. Өзімде артта жүрмеймін. Шында өзім Құран оқимын, жұма намазға барамын. Вот, жүрегіме ару бала.